Қайырлы күн, ютубер достарым. Бүгін мен сіздерге холодильниктің сиыр етінен жасап көрсететін боламын. Ал ендеше, достарым, менің сіздерге айтарым, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Төмендегі колокольчик қоңыраушаны басып, өзіңізге сақтап алыңыз. Және де видеомды толығымен көріп, холодильниктің қандай болып шыққанын, қалай әзірленетінін мен сіздерге көрсететін боламын. Ең алдымен біз сиыр етінің қиқасын тазалап алып, күйген жерлерін қырғышпен қырып тастаймыз. Әбден жуып тазалап болғаннан кейін үстіне 5 литр су құйып отқа қоямыз. Су қайнап, көбігі шыққаннан кейін суын төгіп тастаймыз. Сиыр қиқасының тағы да жуып, үстіне қосымша жуылған жылқының немесе сиырдың етін салып, жаңадан салқын су құйып отқа қоямыз. Суы қайтадан қайнап, көбігі шығады. Соны сүзіп аламыз да отты басып, жай жанып тұрған отта қайнатамыз. Қатты қайнамау керек. Бүлкілдеп, судың беті жыбырлап тұрса болды. 7 сағат өткеннен кейін тұз салыңыз. Холодильниктің нағыз дәмі сонда шығады. Тұз салғаннан кейін етін сүзбей тағы 1 сағат қайнатамыз. Баяу отта 8 сағат қайнаған сирақтардың еті сүйегінен ажырайды. Еттерімізді, сіңірлерді сүзіп алып сорпаға пияз, лавро жапырағын салып, көкөністер піскенше қайнатамыз. Дәмін тағы да келтіремін десеңіздер, өздеріңізге сәбіз дәмі ұнайтын болса, қосуларыңызға болады. Еттерімізді ұсақтап тураймыз. Түбіне піскен сәбіз, ақ желкен және асбұршақты құйып, ұсақтап туралған еттерімізді саламыз. Сорпамызды 2-3 рет сүзгіштен өткізіп аламыз да, үстіне қарабұрыш, өткіштен өткізілген сарымсақ және аскөк салып араластырып қалыбымызға құямыз. Сорпамызды ыдыстарымызға құйып шыққаннан кейін, сорпасы салқындағаннан кейін ғана тоңазытқышқа қоямыз.
Huh?